Авторлар әрі өте жұмсақ слоеный самсаны бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 250 грамм қатпарлы қамырға арналған маргарин аламыз. Маргаринді түбі қалың қазанға немесе кез келген ыдысқа салып, толық ерітеміз. Еріген кезде оның құрамындағы суы буланып кетіп, таза май қалуы керек. Бір қайнаған соң оны отты өшіріп, майды суытып қоямыз. Келесі кезекте салқын суға тұз бен жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз толық еру керек. Содан кейін илектен өткізілген ұнды қосып, орташа тығыздағы қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеп болған соң пакетке салып 15-20 минутқа демалдырамыз. Қамыр неғұрлым жақсы демалса, соғұрлым серпімді болып оңай жайылады. Дайын қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақтап алып, тағы да 15-20 минутқа демалуға қоямыз. Содан кейін әр бөлікті кезектеп өте жұқа етіп жайып, бірінші жайылған қамырдың бетіне ерітілген маргаринді жағып, аздап қатырамыз. Май сәл қатқаннан кейін үстіне екінші қамырды қойып, тағы да маргарин жағамыз. Оны да аздап қатырып алған соң, үшінші қамырды үстіне қойып, бетіне маргарин жағып шығамыз. Маргарин сәл қатайған кезде қамырды тартып отырып, рулет тәрізді етіп ораймыз. Қамырды тартып ораудың екі артықшылығы бар. Біріншіден арасына ауа кірмейді, екіншіден қабаттары көбірек әдемі болып шығады. Дайын рулетті ұлу тәрізді етіп орап пакетке салып, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Мен көбіне кешке дайындап, таңертең пайдаланамын. Салқындаған қамырды алып, әрқайсысын 55-60 граммнан бөлеміз де, әр бөлікті жұқалап жайып, ішіне салмасын саламыз. Мен картоппен фарш және де пиязда жасалған салманы жасадым. Қалауларыңызға қарай басқа салма түрлерін де пайдалануға болады. Осы әдіспен дайындалған самса өте дәмді, жұмсақ әрі қабат-қабат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Арнама жаңадан ашылғандықтан әр лайк, пікір және де жазылым үлкен қолдау болады. Жақындарыңызбен бөлісіп, рецепті сақтап қойыңыздар. Бұл самсаны үйге де, сатылымға да дайындауға болады. Балалар да, үлкендер де сүйсініп жейтін болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Баян.